Жазу әрбір халықтың рухани, мәдени өсуін даму деңгейін көрсететін әлеуметтік мәні зор құбылыс. Ол өткенді бүгінмен, бүгінді келешекпен жалғайтын алтын көпір іспетті. Дұрыс айтасың, аяулым. Осы бір алтын көпірге арналған тұрған латын қарпі негізіндегі жаңа әліпби төл тіліміздің қалпын сақтап, мәртебесін асқақтата түсетіндей. Оның рас, бірақ ол үшін 2025 жылға дейін жаңа әліпбиде жазу мен емле ережелерін ел болып меңгеріп алуымыз қажет емес пе? Әрине, барлығымыз меңгеруіміз керек, бірақ қазірдің өзінде меңгеріп алғандар көп. Олар кім болады екен? Бейне материалға көз жүгіртейік. Екінші рет оқығанда диктант жазасыздар. Бұл латын қарпымен диктант жазып жатқан Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің студенттері. Бүгін Қазақстан бойынша жарты сағатқа созылған диктантқа 1,5 миллион адам қатысқан. Олардың айтуынша мәтін аса күрделі болмағанмен қазақ тіліне тән төл дыбыстарды жазуда біраз қиындық туыпты. Қиын болған жоқ, бірақ шатасулар болды. Мысалға жаңғырудың дегенде ы мен ыуды шатастық, және де и мен іні шатасу көп болды. Мысалға апостроф қою иге дұрыс емес деп ойлаймын. Жалпы халықтық диктанттан маған қиындық тудырғаны және и дыбыстары, сосын о, ö дыбыстарынан шатасулар болды. Әрине ол шатасулар осы дыбыстардың үстіне қойылатын ноқаттардың, яғни сол арқылы көбінесе сол. Менің ойымша осы ш және ч әріптерін осы латын қарпіне көшкен кезде екі таңбамен емес, осы түрік тіліндегідей тек қана бір таңбамен, ол яғни астына былай айтсам үтір қою арқылы жазған тиімдірек. Диктантқа жасы 15-тен асқан адамдар қатысқан. Ұйымдастырушылардың сөзінше жалпы халықтық диктант жазудағы басты мақсат латын негізді қазақ әліпбиін дәріптеп, оны тәжірибелік тұрғыда меңгеруге дағдыландыру. Диктантқа қатысқан ол студент жастар. Әрбір облыстағы қоғам қайраткерлері, оның ішінде жаңа ақындары бар, депутаттары бар, жастар ұйымдарының белсенділері, мемлекеттік қызметкерлер, осы азаматтардың бәрі өз еріктерімен қатысып, Астана уақытымен сағат 11-де жазатын диктанттың мәтіні таралды. Халық жаппай жазған диктант мәтіні рухани жаңғыру деп аталады. Мәтінді тіл саясаты комитеті мен Шайсұлтан Шайхметов атындағы тілдерді дамыту орталығының мамандары келісе отырып бекіткен. Ұйымдастырушылар жалпы халықтық диктант жазуға қызығушылық білдіргендер саны көп болғанын айтады. Енді әліпбиді дәріптеу мақсатында алдағы уақытта жас ақын жазушылардың өлеңдерін жаңа әліпбимен шығару жоспарланып отыр. Маржан Үсіпбек, Айтуған Бағланов, арнайы қайырлы таң үшін.